Алматы облысы Мыңбаев ауылында мыңнан аса отбасы газсыз отыр. Кесірінен бала шағамыз күнде ауырады деп бас көтерген халық жергілікті биліктің бұл мәселені шешуін талап етті. Қақаған қыста күніміз не болады деп сары уайымға түскен жұрт Жамбыл ауданының көгілдір отынға жауапты компаниясына да сауал жолдапты. Мәселе қашан шешіледі? Жауаптылардың жауабын әріптесім Әлбек Шынтемір тыңдап келді. Олар тек заявление жазып тастап кет, оны біз қараймыз, тексереміз, әкімге де, ол әкімге біз заявление жазған заявлениеміз жетпейді. Жамбыл ауданына қарасты Мыңбаевтағы Мұқымелдің көгілдір отынсыз отырғанына 2 апта болыпты. Сөздерінше, газ құбырына жауаптылар елді есепсіз құбырға қосып, соңында газ жеткізе алмай қалады. Тәуекел газ құбырына жылу алғалы, міне 3 жылдың жүзі болды. 3 жылдан бері осындай проблема. Тесіктерін дұрыс теспеген, напор содан аз деп, тесіктерін полный 9 турбаның тесігін аштырып, жасатқамыз. Ақшасын төлемесін сразу келеді, кесіп кетеді ақшасын. Енді білмеймін, осы мәселені шешпесе қалай болатын, не болатын. Қыстың басталғаны міне енді ғана болды, аяз. Не тамақ жасай алмайсың, үйдің іші суық. Бізде шеттей кішкентай балалар. Даже труба құлайын деп тұр міне. Ал газ қазандығын қайта-қайта ауыстырып қалтасы жұқарған Ділшат Әленов балашаға тағы да балабақшаға бармай қалды деп отыр. Бөбек жайға баратындардан бөлек азынаған үйден мектеп жасындағы 2 баласы да ауырып мектепке бармапты. Әлі күні ғана ремонттан шығарған, міне газ напор аз. Мыналардың бәрін ауыстырған, бәрін тазалаған. Сол тағы келіп жаңа не дейді, напор аз бұнан. Әлеңістер әулеті жылусыз отырып, әуреге түскелі бір аптаға жуықтапты. Үйдің іші азынап, тіпті терезенің маңына жолау мүмкін емес. Ал электрлі тоқпештің тұтас үйді жылытуға шамасы келмейді. Сондықтан өстіп, қабат-қабат киіммен үйде жүреді. Түнде сабақта қарай алмай қалдық. Мысалы, жаурағаннан балалар жуындыра алмадым, кеше енді сенбі-жексенбі болды ғой. Бүгін таңертең қызым да садикке бармай қалды, мұрнынан су ағып тұр, жөтеліп тұр, кішкентайым. Ал 5000 тұрғыны бар Мыңбаев ауылының әкімі газ құбырына 1100 тұрғын қосылғанын айтады. Алайда олардың кейбірінде газ отыны аз да болсын бар деп ақталды. Сөзінше, жаңа сайланған әкім бұл мәселені енді қолға алып жатыр екен. Қарасу, Шолақ Қарғалы, Мыңбаев ауылдық округінде осындай мәселе болды. Соны бүгінгі күнде өзінің орынбасарына және ЖКХ бөлім басшысына тапсырмаларын беріп, бүгін шешуді. Давление бар, төмен жақтарында кішкене төмен болып тұр давление. Кейбіреулерінде жоқ болып тұр. Оны шын айту керек. Мамандар жүр, қазір шкаф қою керек болса, шкафтарыңыз қойып, давление дұрыстап береміз. Бізде оны қазір не істеп отқан, түні бойы міне сотрудниктарымыз бәрі түні бойы жүр. Ешкім демалып отқан жоқ үйінде. Қазір анықтаймыз, жасап береміз. Қанша уақыт сонымен? Енді мен сізге айтып отырмын, бітірсінен ана жер барады. Бәрін қатырамыз деген басшы бүгін ертең түйткіл шешіледі деп сендірді. Ал бойы жылымай отырған жұртқа күтуден басқа амал жоқ. Әлбек Шынтемір, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.